Зәуреш, өзің үшін ай, елден келдім, баяғы өзің көрген оу, жерден келдім. Сен неге мен келгенде оу, тебіренбейсің, ескеп бір сүйейін ай, деген едім ай. Қайыңны сай сүйегіңді сырқыратар мұңды әуен. Мұңды болатын себебі бар. Өйткені бұл бір адамның басынан өткен өте бір қайғылы оқиғаға байланысты. Мерет деген кісінің обадан 31-дей ұлының қыршын кеткені аздай, ақырында ол Зәуреш деген қызынан да айрылады. Сол кезде оның қызының қабірін құшақтап жатып айтқан сөздерін Мұхит өлеңге айналдырып, артынан әнге қосқан. Сақталмас болат пышағы, қын болмас ай, өтірік неге керек оу, шын болмаса. Зарланып сауынгендей оу, келгенімде басыңды бір көтер шай оу, тым болмаса аяу. Зарланып сауынгендей оу, келгенімде басыңды бір көтер шай оу, тым болмаса аяу. Мұхиттың әндері көбіне бір арнау ретінде келеді, бір оқиғаға, бір жағдайға байланысты туған әндер көбісі. Соның бірі Зәуреш әні, ол кезінде бір Медет деген кісінің 30 ұлы болған, және бір жалғыз қызы болған екен. Сол ауылға, бір сол елге келген бір ауыр індеттен 30 ұлы сол бір күнде қайтыс болған. Сол Медет ақсақал бір елге ер алып қонақ болып кеткен уақытта жаңағы жалғыз қызы да қайтыс болған. Сол келем дегенше сол ағайын туыстары жерлеп тастайды. Сол өзі үлгере алмай қалады. Сол Медет келіп қатты қайғырып, сол қызының моласының басына барып қатты қайғырады. Сол жағдай жаңағы Мұхитқа қатты әсер етіп, сол Зәуреш әні дүниеге келген.